Хабарымызды жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, Ақ үй әкімшілігі Джо Байденнің екінші президенттік мерзімге сайлануға ниетті екенін растады. Бұл туралы саясаткердің баспасөз хатшысы Карин Жан-Пьер хабарлады. Байденнің өзі де бұған дейін бұл жоспарымен бірнеше рет бөліскен еді. Құрама Штаттарының келесі президенттік сайлау 2024 жылы болады. Саяси додада Американың 47-ші президенті сайланады. ақш Украинаға қосымша $625 миллион әскери көмек көрсетеді. Бұл туралы президент Джо Байден Украина басшысы Владимир Зеленскиймен телефон арқылы сөйлескен кезде хабарлаған. Осылайша Вашингтон Киевке 4 Хаймерс зымыран кешенін, 32 зеңбірек, 200 әскери көлік және қару-жарақ жібереді деп жоспарланып отыр. Сондай-ақ Ақ үй басшысы Украинаның 4 аймағында референдум ұйымдастыруға қатысқан тұлғаларға санкцияларды күшейтетінін жеткізді. Бұл біздің өз еркіндігі үшін батыл күресіп жатқан Украинадағы мызғымас қолдауымызды көрсетеді. Олар өздерінің егемендігі үшін жанқиярлықпен соғысып жатыр. Сондықтан біздің одақтастарымыз да мұндай қадам Украинаның өзін қорғау үшін өте маңызды көмек деп санайды. Ал Мәскеу ақштың мұндай әрекеті Ресейдің НАТО-мен тікелей қақтығысына келеді деп отыр. Бұл туралы Ресей сыртқы істер министрлігінің қару-жарақты таратпау және бақылау департаменті директорының орынбасары Константин Воронцов мәлімдеді. Ол Вашингтонның Киевке қару-жарақ пен барлау мәліметтерін беруі қақтығыстың одан әрі шиеленістіретініне әкеледі деді.